Қайырлы күн, құрметті әріптестер, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге миымыздың екі жақ жарт-жарын дамытатын жаттығулармен бөлісетін боламын. Бұл жаттығуларды тек балаларға ғана емес, сонымен қатар ересектерге де жасауға болады. Миымыздың толыққанды жұмыс жасау үшін оның екі жарты шарын, оң және сол жарты шарын бірдей жаттықтырғанымыз дұрыс. Миымыздың оң жарты шары сезімдерді, визуалды және дыбысты қабілеттерді дамытуда үлкен рөл атқарады. Сол себепті оны көптеген ғалымдар мидың көркем және шығармашылық жарты шары ретінде қарастырған. Ал сол жақ жарты шарда оң жақ жарты шарға қарағанда әлдеқайда аналитикалық, егжей-тегжейлі жұмыс ұсынылады. Сол себепте қазіргі кезде оны мидың лингвистикалық жарты шары деп атайды. Миымыздың екі жарты шары бірдей жұмыс істеген кезде данышпандық ғалым деңгейіне жету мүмкіндігіміз болады. Бұл ойындар мидың екі жарты шарына арналған жаттығулар. Алдымен қарапайым бөліктен басталып, бірте-бірте күрделене береді. Қарапайым 1-2 бөлікті қайталап, екі қолымызбен үстін бастырып отырамыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.